Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін сіздермен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Біздің бірінші бөліміміз мәңгілік ел мұратым деп аталады. Осы бөлімде біз бүгін бірінші сабақ тәуелсіздік таңы атты тақырыптан бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымызда мына мақсатқа қол жеткіземіз. Мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен жауап беру. Бүгінгі сабақта меңгереміз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға болжаммен жауап беруге, мәтіннің мақсатын, көркемдегіш құралдарын анықтауға, тілдік бірліктердің орфографиялық нормаға сай жазылуын табуға. Сабағымызда мынадай бір фразадан бастағым келеді. Тәуелсіздік аңсаған арман, қол жеткен мұрат. Мына сұрақтарға бойынша жауап береміз. Еліміз тәуелсіздікті қашан алды? Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш таныған мемлекет қандай? Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы. Астана қаласының бейресми символына айналған ғимарат. Экспо 2017 халықаралық көрмесінің негізгі тақырыбы қандай? Бүгінгі біздің тәуелсіздік туралы сабағымызға Қайрат Әлімқұловтың «Тәуелсіз елім» деген өлеңін алып отырмын. Өлеңді мұқият тыңдаймыз, дескрипторларға қараймыз. Дескрипторлар өлеңді түсінеді, сұрақтарға жауап береді, өз ойларын болжап жеткізеді. Тәуелсіздік тарту ол тәңірдің, тәуелсіздік маңдайдағы бағым бұл, тәуелсіздік сыбағасы халқымның, тәуелсіздік таймайтұғын тағым бұл, тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалап, тәуелсіздік өткен күннің өтілі. Тәуелсіздік тәубе екен бүгінде, тәуелсіздік тәубе сенің барыңа, тәуелсіздік әр сәбидің үнінде, тәуелсіздік әр қазақтың жанында. Осы өлеңді тыңдап болғаннан кейін мына сұрақтарға жауап береміз. Өлеңде тәуелсіздік туралы не айтылған? Тәуелсіздік бабам берген аманат деген өлең жолдарын қалай түсіндірер едің? Өз ойыңды болжап айт. Өлең бойынша қандай тірек сөздерді атай алар едіңдер? Олардың өлең жазуда қандай маңызы бар деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды жинақтап айтып беріңдер. Мен бұл жерде сендерге бірінші, екінші сұрақтарға былай жауап берер едік деп айта кеткім келеді. Тәуелсіздік ол таймайтын тағымыз. Ол біздің тәңірге берген тартуы, сыйы. Ол біздің маңдайымызға біткен бағымыз. Ол біздің халқымыздың сыбағасы. Ол біздің келешектің кепілі. Тәуелсіздік бабамыз берген аманат. Бір сөзбен айтқанда, тәуелсіздік әр қазақтың жанында бол деп айта кеткім келеді. Екінші сұраққа былай жауап берер едік. Тәуелсіздік бабам берген аманат деген өлең жолдарын қалай түсіндірер едің деп бізден сұрайды. Әрине, тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Тәуелсіздік бізге қанмен келді. Тәуелсіздік ата-бабамыздан бізге аманат болып қалды. Сондықтан да тәуелсіздікті біз көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Тілдік бағдар бойынша біз орфография терминіне тоқтаймыз. Орфография гректің дұрыс және жазамын деген сөздерінен құралған. Біз 5-ші сыныптан бастап орфография терминімен таныспыз деп ойлаймын. Сондықтан да орфография ол жазылудың бірізділігін зерттейтін термин болып есептеледі. Жоғарыдағы заңдылықтардың жиынтығын ұстанымдар немесе ғылыми тілмен принциптер деп атайды. Орфографиялық заңдылық 3 принциптен тұрады. Бірінші, фонетикалық принцип. Сөз бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Мұнда қосымшаның түбір сөздің соңғы буынына, соңғы дыбысына қарай қосылуы ескеріледі. Мәселен, адамның, кітаптар, көлге. Яғни түбір мен қосымшаның арасындағы бірізділікті байқауға болады. Екінші, морфологиялық принцип. Сөздің түбір құрамы негізге алынып, дыбыс алмасу
өзгеру заңдылықтары ескерілмей бұрынғы қалыпта сақтап жазылу. Мәселен, құмырсқа деген сөз жазылу бойынша құмырсқа, айтылуынша құмырсқа, яғни біз бірінші нұсқамен жазамыз. Шекара, күндіз. Үшінші принцип дәстүрлі принцип. Қазақтың байырғы сөздері бұрын қалай қалыптасса, сол қалыпты бұзбай жазу. Мәселен, шабадан, чемодан емес, аман келді емес, поезд емес. Міне балалар, осы үш принципті орфография заңдылығы қарастырады екен. Ендеше біздің келесі тапсырмаларымыз осы үш принципке негізделеді. Мұқият боламыз. Мына жерде сендерде сәйкестендіру тесті берілген. Бұл сендердің оқулықтарында 7-ші беттегі 4-ші тапсырма болып беріліп тұр. Бірақ бұл жерде біз бүгін сәйкестендіру тестін орындаймыз. Дескрипторлар морфологиялық, фонетикалық, тарихи дәстүрлі принциптерді табады, анықтайды, белгіледі деп алдым. Қарасаңдар, бірнеше сөз берілген. Марғасқа, жұмысшы, авиация, қолғабыс, кітабым, қаһарман, көзілдірік, хайуанат, белбеу, гауһар, қаланың, дүние. Осының ішінде үш сөз қарамен ерекше белгіленіп тұр. Ол жұмысшы, яғни бұл морфологиялық принципке жатады, түбірмен қосымшаның бірізділігі байқалған, авиация тарихи дәстүрлі принцип, белбеу фонетикалық принцип болып табылады екен. Яғни алдымызда өтіп кеткен принциптерге сай алынып отыр. Енді қалған сөздерді өздерің таба жатарсыңдар деп ойлаймын. Бабалар аманаты деген мәтін берілген. Осындердің 7-ші беттегі оқылым мәтіні. Мен сіздерге осыдан үзінді алып отырмын. Еңсесі биік елордам менің. Ата-бабамыз ежелден аңсаған еркіндіктің бойтұмар белгісіндей болған байрақты шаһар бас қалам менің. Бүгін сенің туған күнің. Шын мәнінде елдікті сезінген адамға нағыз қуаныш. Сарыарқаның сайын төсінен ойып тұрып орын алған, көкке мойын созған зәулім үйлермен көрген жұртты тамсандырған елордам менің. Астана күні деген ат алып айдар тағылған бүгінгі той, сенің еншің, сенің тойың, қазақ баласы. Тапсырма. Қарамен берілген сөздердің мағынасын ажыратып, өз ойыңды айт, түп нұсқамен салыстыр. Ойып тұрып орын алған елорданың байрақты шаһарымыздың Сарыарқа жерінен орын кепкен жерін, яғни орналасқан жерін айтып тұр. Көкке мойын созған Астана қаласындағы зәулім биік үйлердің салынып жатқаны туралы айтылған. Ат алып айдар тағылған, Астана күні деген ат қойылған, ат берілген күнді айтып тұр. Не бала, бұл сөздерді түпнұсқамен салыстырып, мәтінмен байланыстыра ажыратып алдық. Сабағымды қорытындылай келе, туым намыс, ұраным бірлік, рәміздерім мақтанышым деп айта келе, бүгінгі сабағымызда мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Сендердің білдім дегендерің көп болсын, нені білгім келеді деген сұрақтарың ойландыратын болса, келесі сабақта ары қарай жалғастыратын боламыз. Сабағымыз аяқталып қалды. Хош, сау болыңдар. Келесі кездескен